Достар, бәріне сәлем, қалайсыздар? Бүгін мен сезондық, мезгілдік аллергия немесе және тұмау, мұрынның бітелуі жөнінде айтқым келіп тұр. Жалпы ана ретінде, жалпы мұғалім ретінде, жалпы психосоматиканың ұстасы ретінде массаж жасаған кезде көп нәрселер шығады. Мен жалпы өзім адамның энергетикасын былай сезе алатын адаммын. Оған қоса мен адамның ар жағындағы ойларын былай шығаруға көмектесе алатын адаммын. Ол менің қосымша бір қасиетім деп айтуға болады. Қосымша дегенде мен қаласам да қаламасам да сол сезімдер келіп тұрады. Сондықтан мен әрқашан айтамын, мен көп адамдармен сөйлесе бермеймін. Көп шоғырланған жерлерде, адамдар жүрген жерде жүрген маған өте ауыр. Өйткені мен ол жердегі энергияларды, аураны, ойлардың бәрін сеземін. Сонымен, достар, менің байқауымша, өз пікірім, тұмау қазақтардың отбасыларында, әсіресе балаларда неге пайда болады? Тұмау ол жалпы бірінші себебі бала өзінің ойын толық айта алмайды. Сіз бала үшін алдына шыға бересіз, сіз шеше бересіз, немесе махаббаттан деп ойлап баланың жасайтын нәрселерін жасап қоя бересіздер. Бала үшін шешім қабылдайсыздар. Көп аналар шыдамдылық танытпай көп нәрсені жасап қояды, айтып қояды, болмаған нәрсені алдын ала жүгіртіп қояды дегендей сондай бір себептер болуы мүмкін. Жалпы ол қазақ халқының ішінде сондай бір қасиеттер бар деп ойлаймын. Жалпы қазақтың аналарында небір үрей бар жалпы. Үрей, менің ойымша, біздің тарихи оқиғаларға қарайтын болсақ, ұйықтап жатып, киіз үйлерінде жатқан күйі, мысалы, шабуылдар көп болды, соғыстар көп болды, ер адамдарын алып кетті, ер адамдары соғыстарда өлді, балаларын сүйретіп алып кетті. Сондай біздің ата-бабаларымыздың жағымсыз негативті программалары үрей болып қалған деп ойлаймын. Ол үрей былай қазақтың әйелдерінде қатып тұрады. Бұл қалай бізге қазіргі заманға қатысы бар деп айтатын болса, мен айтайын, жалпы біздің бойымыздағы бағдарламалар, ойлар, ұстанымдар, үрейлер, қорқыныштар, ауру тудыратын нәрсенің бәрі сол біздің жалпы өзіміздің қанымызбен келеді. Ол ата-бабамыздың тағдыры қандай болды, соған байланысты. Және әр отбасы әртүрлі болды, әр отбасында әртүрлі тәжірибе, әртүрлі тәртіп, тәрбие дегендей. Бірақ жалпылама алатын болсақ, сол үрей, қорқыныш қазақтың әйелдерінде бар. Және тағы бір басқа жағы қазақ әйелдерінің немқұрайлық. Оны қазір мойындау мүмкін, мойындамау мүмкін адамдар. Жалпы немқұрайлық дегенде баланы туып, бірақ балаға ана ретінде былай жұмыс істемеу. Ана ретінде